Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін көріп тұрғандарыңыздай қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ дайындайтын боламыз, немесе ет асатын боламыз. Онда етті қалай таңдаймыз, тұздығын қалай дайындаймыз, қамырды қалай илейміз, сол сияқты құнды пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен үлкен қазанымызға немесе кастрөлімізге салқын мұздай су құямыз. Оған етімізді саламыз. Етімізді салып, астын қатты отқа қойып, қайнауға жеткіземіз. Осындай қайнағаннан кейін көбігі шығады. Барлығы көбігін алып тастаймыз. Мен мұздатылған, тұздалған жылқы етін қостым. Сіздер кез келген ет салсаңыздар болады. Жылқы еті, қой еті, сиыр еті, ешкі еті, кез келген етті қосып салыңыздар. Етпен қоса қазы қосып салсаңыздар да болады. Қазы болса етпен бірге қосыңыздар. Егер қарын қарта болса, оны бөлек ыдысқа қосып пісіріп алған дұрыс. Мен бүгін шағын ғана етпен отбасыма ет асатын боламын. Қонақ күтетін болсаңыз, етін көбірек теу, қазы қосып, қарын қартаны бөлек қосып пісірсеңіздер керемет болып шығады. Көбігі шыққанша қайнауға қоямыз. Міне көбігі шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Енді көбігі шыққаннан кейін сүзгішпен немесе ожаумен көбікті алып тастаған дұрыс. Тағы 1-2 минуттан кейін көбігі тағы шығады. Тағы да осылай алып тастаңыздар. Сонда ғана көбігін алып тастасаңыздар, сонда ғана сорпаңыз мөлдір, артық заттардан таза болып қайнап тұрады. Қазы салсаңыздар, міндетті түрде инемен әр жерінен тесіп ауа кіргізіңіздер. Әйтпесе 2 сағат, 3 сағат ұзақ қайнаған кезде оған дейін жарылып кетуі де мүмкін. Міндетті түрде қазынып тесіп алыңыздар. Көбігін алып болғаннан кейін тұзын саламыз. Егер тұздалған ет болса, азырақ салыңыздар. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, лабыр жапырағын, өзіңіз ұнататын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Бір бүтіндей пияз салып, картобын, сәбізін, тәтті бұрыш болса біреу бүтіндей салсаңыздар болады. Бір қайнағаннан кейін астын баяу отқа қойып, 2-3 сағат қайнауға қойсаңыздар, әдемі болып піседі. 2 сағатта, 1,5-2 сағатта ет піседі. Мен ұзақтау қайнатқан жақсы көрем, 2-3 сағаттай баяу отта қайнататын боламын. Баяу отта қайнап піскен дұрыс, өйткені қатты отқа қойсаңыз етіңіз тастай болып қалады. Сондықтан баяу отта 2 немесе 3 сағат қайнап тұрған дұрыс. Қамырға, ұнға тұз қосып, жылы сумен илейтін боламын. Жұмыртқа қосып да илеуге болады, ол өз қалауларыңыз. Қамырды илеп, бетін жауып қоямын. Көріп тұрғандарыңыздай, ет баяу отта қайнап тұр. Сәбіз қоссаңыздар да болады, 1 түйір сәбіз. Қызанақ қоссаңыздар да болады, 1 түйір қызанақ. Тәтті паприкадан қоссаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша дәмін әдемі қылып ойларыңызға болады. Баяу отта етіміз пісіп тұр. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырды жайғанда бастапқыда ұнды көбірек себіңіздер, соңында қамырыңыз үлкейіп орта белге келгенде қайта ұн сеппейсіздер. Күн суық кезде, тұмауратқанда, жөтеліп қалғанда ет асайық деп жатамыз. Сорпа ішейік деп жатамыз. Мұндағы мақсат дәл осы сорпаның пайдасында. Сорпа ішсеңіз, жақсылап телеп, бойыңыздағы суық осы термен шығып кетеді. Сондықтан
ет тамақты көбірек жасап ішіңіздер. Еттің де пайдасы адам ағзасына өте зор. Сорпаның да пайдасы адам ағзасына өте зор. Қамырды мен жылы суға, тұзға илеп, жұмсақ қып иледім. Өйткені кішкентай балаларым жұмсақ қамырды жақсы көреді. Ал сіздерге жұмыртқамен илегенді ұсынамын. Жұмыртқамен илесеңіздер, қамырларыңыз сәл қаттылау илеген дұрыс. Сол кезде қамырларыңыз қатты езіліп кетпейді. Етіміз пісті. Енді шопының көмегімен етімізді сүзіп алып, бетін жауып қоямыз. Қамырымыз жұмсақтау болса, қамыр жайғанда ұнды көбірек себесіздер. Егер қамырларыңыз қаттырақ болса, шамалы, ол кезде ұнды азырақ себіңіздер. Енді тұздыққа пиязды жартылай сақиналап, шұқалап тураймыз. Бұл тұздық. Осындай темір ыдысымызға пиязымызды шұқалап сақиналап турап, оның үстіне сорпамыздың бетіндегі майларды сүзіп, осы пияздың үстіне құйып, тұздық дайындайтын боламыз. Шөміштің көмегімен еттің сорпасындағы бетіндегі майын сүзіп алып құямыз. Құйып тұздық жасаймыз. Яғни қамырды суға пісіріп алған кезде ыстықтай арасына осы тұздықты жағатын боламыз. Сонда қамырлар бір-біріне жабыспайтын болады. Сорпаның бетіндегі майын сүзіп алып, тұздығымызға құямыз. Тұздығымызды орташа отқа қойып, тұздықтың пиязы піскенге дейін 3-4 минут қайнатамыз. Су осылай сорпа қайнап тұру керек. Қамырды бір-бірінің үстіне қоймай, әр жерге салыңыздар. Бірінің үстіне бірін салсаңыз жабысып қалуы мүмкін. Шөміштің көмегімен арасын араластырып, ажыратып, ары қарай қамырды сала бересіздер. Салған кезде тездету керек. Жайлап салсаңыз астындағы бірінші салған қамырлар тез пісіп былжырап қалады. Барлығын салып болған соң, бір асты мен үстін аударып аламыз да қақпағын толықтай жабамыз. Тарсылдап қайнауы керек. Енді салып болғаннан кейін қамырдың піскенін қалай білеміз? Егер де қамырыңыздың екі шеті кішкене қалыңдау болып жатса, ортасына қарағанда екі шетінің қамырын бірінші салыңыз. Сосын орташа қамырларды салыңыз. Сол кезде бәрі біркелкі пісетін болады.
тұздығымыз дайын. Қамырымызды шопының көмегімен сілкіп табағымызға салдық. Одан ең соңғысы қамырымыздың арасына тұздығымызды салып жағып шығамыз. Барлық шетіне тиетін етіп қамыр бір-біріне жабысып қалмасын, аралары орта жақтарына барлығына тигізіп жағып шығамыз. Осы жерде айтатын жайт, сіздің тұздығыңыз ыстық болуы керек. Яғни қамырымыз қайнап пісіп жатқан кезде тұздықты да 1-2 минутқа қойып бұрқ еткізіп қайнатып алыңыздар. Енді еттеріңізді турап салсаңыздар да болады, немесе қонақ келген кезде етімізді бүтін күйінше қойып қонағымызға турауға беруіңізге болады. Енді өз қалауларыңыз, мен үйде жасағасын осылай барлығын турап, сәбіздерімізді, картоптарымызды турап, еттерімізді турап дайындаймын. Қазы болса қазыларыңызды турап қойыңыздар. Картоп сәбіздеріңізді дөңгелек етіп әдемілеп кесіп қоямыз. Енді әр өңірде әр қалай өздігінше жасайды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, жанында қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін маңызды. Сіздермен болған Жанар Өрікбайқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.